Қазіргі жағдайда бұл азаматтар не істеді деңіз? Бұлар бірінші өзінің жұмыс берушісіне жолықты. Мынауыңыз заңсыз деді. Талап қойды. Ол орындалмады. Ондықтан олар жергілікті билік басқармасына барды. Олардан шешіп беруін өтінді. Олар ештеңені шешпеді. Яғни барлық қолданысқа мүмкіндікті пайдаланып болғаннан кейін олар алдағы сол жерде акцияға шықты. Біз және әлеуметтік желіден біліп отырмыз, акцияға шықты. Алайда оларды ешкім тыңдамады. Содан кейін қайтты, олар өздерінің еңбек құқықтарын реттеу мақсатында жаңа парламентарларды дайындап, олар Астанаға келді. Мынада мәліметін бір жағдай, олар Астанаға келіп алаңға шыққан жоқ. Олар Ақордаға барған жоқ. Олар тікелей өздерінің тіпті еңбек министріне барған жоқ. Олар тікелей өздерінің ведомствосын жаңағы реттейтұғын министрлікке барды. Министрлікке барған кезде олар тағы да не етті? Олар ешкімге талап қойған жоқ. Олар диалогқа келді. Яғни бізбен сөйлесіңдер. Тыңдаңдар біздің жан айқайымызды деп келді. Заңды бұлаға болмайды. Енді осы азаматтық кодекстің екінші бабында мынандай бап бар. Азаматтық заңдардың негізгі бастаулары. Онда айтылған барлық адамдар өзінің еңбек дауы болсын, қандай да болмасын, оларды шешуде, оның шешудің механизмі заң аясында таңдап алуға ол ерікті. Көрдіңіз бе? Ол оның құқығы. Біздің жаңағы адамдар өздері жаңа жөннен келіп, өзінің ведомствосына барып тұр. Бұл тағы заң аясындағы әрекет. Енді қалай бізге берілген оларға 488-ші және 667-ші әкімшілік құқық бұзушылық қамдарының баптарында көзделген құқық бұзушылық болды деп, оларды жауапкершілікке қамады. Енді жалпы митинг дегеніміз не? Митинг деген яғни ол бейбіт шеру дейміз ғой, бейбіт шеру. Митинг дегенде бұл жаңағы Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу туралы заң бар. Сол заңның бірінші бабының 8-ші бөлігінде митингке нақты анықтама берілген. Яғни митинг дегеніміз не? Бұдан белгілі отырған белгілі күш құралдарды, плакаттарды, транспарантты алып, белгілі жерге жиналып, талап қою. Ол митинг. Ал біздің жаңа өзіне келген азаматтар талап қойды ма? Плакаттар болды ма? Жетеп келеді ме? Айғайлады ма? Жоқ қой. Осының біреуі де жоқ. Олар тек қана бізді тыңдаңдаршы. Қабылдаңыз, өтінішпен келді. Өтінішпенен талаптың айырмашылығын ажырата білуге тиістіміз. Көрдіңіз бе? Енді қараңыз. Олар келді, министрлік оны қабылдап, бір жерге отырғызып, ақылдасып, кеңесіп, бір шешім қабылдаса, мынандай арты дауға айналмас еді. Алайда ондай болған жоқ. Бұдан не білуге болады? Сол министрлікте отырған жаңағы шенеуніктердің өздері осындайды қалады деп болуға болады. Өйткені олар шешпеді. Ол мүмкіндігі болды, оның құқығы болды, ол оған ерікті болды, алайда ол шешкен жоқ. Сондықтан олар тұруды жалғастырды. Енді қараңыз, олардың жүріп тұрғандарынан кімге нұқсан келді? Біз соны қарауымыз керек, заң бойынша. Яғни белгілі бір сол министрліктің қызметкері, немесе министрлікке келген басқа бір адамның, субъекттің, мысалы үшін шағымы бар ма? Мен мына министрлікке кіре алмадым, немесе шыға алмадым. Мен мына құжат тапсыра алмадым. Маған мынандай кедергі болды деген. Мен білем бүгінгі уақытта бұл территория Есіл ауданына қарасты, Есіл ауданына сол күні келіп түскен бір адамнан шағым жоқ. Тіркелмеген. Яғни ол нені білдіреді? Әкімшілік құқық бұзушылықтың болмағанын білдіреді. Яғни оларды жаңа күштеп тиеп әкетуге ешқандай негіз болмаған. Енді қараңыз. Бізде Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы бекіткен президенттің указы бар. Жарлығы, яғни 21 жылы 26 ақпанда шыққан. Онда мемлекетті тыңдайтын мемлекет деген тұжырымдама қабылданған, бекітілген. Сол тұжырымдаманың 4-1 тармағында халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидаттары белгіленген. Яғни жаңағы адамдар осы тыңдайтын мемлекет деп министр келіп тұр. Біз тыңдайтын мемлекет бар деп келіп тұр. Күн заң аясында олардың әрекеттер. Бір қызығы мынаған мән беріңіздер. Келген оңай қарапайым жұмысшылар. Ішінде заңгерлер жоқ. Бірақ олардың әрекеттері түгел заң аясында. Мына азаматтардың әрекеттерінде, мына баптың 486-шы жаңа тармағында көзделген құқық бұзушылық құрамы мүлдем жоқ. Жаңа айтып кеттім, талаптау жоқ, айғайлау жоқ, біреудің құқығына нұқсан келтіру жоқ, біреудің құқығына қол сұғу деген жоқ. Олар тек қана өзінің еңбек дауымен шешуге келіп тұр.
Ендеше сол адамдарды әкеліп, күштеп зорлап тиеуге қаншалықты негіз болды. Енді қараңыздар, оларға жаңағы осы кодекстің 667 бабындағы жаңағы құқық бұзушылық құрам бөлініп отыр. Яғни құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қарсылық білдірді деген. Біз тағы да әлеуметтік желіге тараған мәліметтерден қарап отырмыз. Автобуспен келеді дағы, олар түгел жоқлай бастайды. Оларға ешкім айтып тұрған жоқ. Келіп отырыңыздар, ана жерге барып ақылдасайық, сөйлесейік. Сіздің әрекеттеріңіз заңсыз деген айтқанда естіп тұрмыз. Заңсыздықтың құрамы жоқ алайда. Көрдіңіз бе? Ал жүр бір жерге барып отырып ақылдасып әңгімелесейік десе, үміттен басқа әңгіме. Енді келеді дағы, мыналарың заңсыз тараңдар дейді, анда тарамайды, алып келеді жоқлай бастайды. Енді сол жоқлау барысында біреу оны жаңағы қызметкерді боқтап жатыр ма, тепкілеп жатыр ма, соғып жатыр ма? Жоқ қой, тек қана білектерін бүйтіп білестіріп, қолдарын білестіріп, өздерін өзі қорғап қозғалмай тұр. Бір қызығы, жаңағы қап-қара киінген ана өрмекшілер секілді адамдар бір знак, бір белгілері жоқ бойында. Қандай құзыретті органнан келіп тұр бұлар? Кімдер бұлар? Мүмкін олар ана Вагнердің әскерлері шығар алып берген, біз қайдан білеміз? Кез келген андай құрылымның бір знактары болу керек. Ол ОМОН ба, СОБР ма, жоқ сақшы ма, кім ол, біз білмейміз. Неге мен оған жоқлағанына ене кетуге тиістімін? Күштің басымдығына байланысты, әмірлігіне байланысты. Мыналар ертең желтоқсан жігіттер азаматтары қаңтарды қайталамау мақсатында, желтоқсан оқиғасын қайталамау мақсатында келісіп мәшинеге өздері барып отырады. Қарсылық жоқ. Ендеше 667 баптың құрамы қайда? Қалай оны біз бүгін жауап іліп отырмыз бұл жігіттерге? Бірақ 146 адамның бірдей 3 сағаттан артық бас бостандықтары шектелгенін білеміз. Олар қамалғанын білеміз. Олар басым көпшілігі ауыздары беріп ораза. Оны уақытында ауызда болған жоқ. Апарылған тамақ оларға берілген жоқ. Яғни адамдардың құқықтары бұзылды ғой. 141 адамның кем дегенде құқығы бұзылды. Олар заңсыз бас бостандықтары шектеліп, әкеліп қамалынып, 3 сағаттан артық уақыт қамауда отырды. Артынан да олар 3 сағаттан артық емес, ертеңінде де олар ешкім жіберген жоқ ешқайда. Әрінің туыстары бар, демалуға болар үйіне бар, немесе қонақ үйге бар. Олар түгел шеңберге салып, қоршалынып, апарып пойыздың 3 вагонына түгел тиелініп, еліне қайтарылды. Оларға ешкім бара алмайды, ешкім жақындай алмайды. Олар ешкім жақындай алмайды. Яғни бұл деген барып тұрған бас бостандығын шектеу. Бұл қылмыс. Енді қараңыз, неге қылмыс деймін? Егер бұны бір адам ғана істесе, болар еді. Бұны бір емес бірнеше адам өзінің лауазымды қызметтерін пайдалана отырып істеп отыр. Яғни бұл не? Бұл ұйымдасқан қылмыстық топтың заңсыз әрекеттері. Тиісті органдар бұған бүгінгі уақытта тиісті шара қолдануға тиісті. Мен мысалы үшін өз басым Алматы аудандық полиция басқармасында болдым. Менің талабым бойынша прокурор, кезекші прокурордың көмегімен ғана сол басқарма бастығының орынбасары полиция подполковнигі Жанабіл Еркін деген азамат келді. Соған мен заң аясында өзім неге келгенімізді, қандай мақсатпен келгенімізді, бізге тек қана мәлімет керек екенін, және анаған жолықтыру керегін айттық. Ол сонымен шешем, кіргізем деді. Алайда істеген жоқ қой. Біз тіпті кезекші шақыртып алмадық қой. Ал енді полиция басқармасы заңда жаңағы әкімшілік ресми процессуалдық кодексінде айтылған ғой. Кез келген адам келіп арыз берем десе, оған арнайы маман лауазымды тұлға шығып, оны арыз қабылдауға міндетті, құқығы жоқ. Қабылдау, қабылдамау деген міндеті ғана бар. Бірақ сол міндет орындалмады. Ол орындалмағаны не? Ол құқық бұзушылық құрамын құрастырады.